Бәріңізге сәлем. Біз көптен күткен лицейіміздің 2009 түлектері Несіпбек және Нұрсұлтан ағаларымыздан өздерінің түлектеріміздің тарихтарын тыңдауға осындай бір сұхбат арнайы алайын деп жатырмыз. Сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Біз енді бірінші рет түсіп жатқаннан кейін өзім журналист маман емеспін, сондықтан пікірлеріңізбен бірге дамимыз деген ниетіміз бар. Сол ағалар, қош келдіңіздер. Қош болдық. Өздеріңіз жайлы бір кішігірім таныстырып жіберсеңіздер. Нұрсұлтан Садуақас 2009 жылы түлек, осы Қызылорда кітабын. 2009-да осы жерді бітіріп, СЗУ-ға түстік, СЗУ-дың тоже түлегі. Несіпбек 2009 түлек, лицейден кейін Казгу, механика-математика факультетінің түлегін, потом үйленген 2 балам бар. Қазір енді осындамыз, мидбокс жобасымен. 5 сентябрьде, сентябрь басталып кеткеннен кейін барып балаларды көріп, мен де барам деп шыққанбыз. Біз енді 2009 түлектер негізі 91-ші жылғы бар ғой. Мен 92-мін. Ол кезде 22 июль туғанмын. 6 жастамын деп. Сөйтіп, мен 2 досым бар еді үй жақта. Сөйтіп, бір күн далаға шықсам, что-то жоқ ешкім. Жалғыз өзім де анау екеуі жоқ. Сөйтіп, бір кезде қарап тұрсам, неден келе жатыр мектепте. Екеуі сумкамен, костюм шалбармен грамота киініп алған. Сосын үйге барып, кішкентайсың, жылап, мен де мектепке барамын деп сөйтіп. Әжем, Айгүл мамамның мамасы. Сол кісінің қолында өскен, негізі сол кісі тез-тез документ, жаңа нелерді жинап, киімдерді тез-тез бір күнде барып, суретке түсіріп, сөйтіп 5 сентябрьде барамын, бірақ сол өзінде жақсы оқып кеттім. 5 күн істесем де кешігіп барсам да жетіп алғансың ғой. Сіз лицейге түскен кезде папаңыз қайтыс болды сол жылдары? 7-ші класс емес, 8-ші класста ғой. 8-ші класста. Сол қалай әсер етті сіздер? Лицейде болған қалай құтқарып қалды ма, әлде? Лицейде болмасам, по идее, қалай не істейтінін білмеуші едім, справиться ететін. Бірақ осы жігіттердің арқасында біраз поддержка берді балдар, по идее. Абилер жағынан да болған шығар, может, бірақ балдар жағынан поддержка көбірек болды. Чисто морально сынып қалмаған. Енді өсіп келе жатқан, уже подростковый возраст айтады ғой негізі. Сол подростковый возрасттың кезінде жаңағы жағдай болғаннан кейін ары қарай нормально болып кетуге моральный поддержканы достарым берді. Сол Несіпбек аға, сіз қоңырау сіз таңдап алып дейді ғой, 1-ші сыныпта да, 7-ші сыныпта лицейде де. Оның сыры неде? Бұған дейін қыздар ғана ұратын дейді. Именно сол жылы ер жігітті таңдап алып дейді. Қызға ұқсайды, сап-сары қызға ұқсайды. 1-ші класста. Может, 1-ші класста. Сіз дзюдомен... Просто әдемі қыз болмаған шығар, біздің класстасың. Орталықта ма? Сіз лицейге дейін спортпен, дзюдомен айналысып бастадыңыз да, ол лицейде тоқтап қалды. Одан кейін ол нені сіз университетке барған кезде қайттан айналысып, 2 жылдай Кореяда болып, сондай нелер? Лицейге дейін неге бардым. 2 ағамды мамамның інілері ғой. Біреу 85, біреу 82 жылы екеуі де күрескен. Үлкені крикарин күрескен. Кішкентайы тоже дзюдо күрескен. Сол мен оқыған мектепте сондай зал бар еді. Сол жаққа апарды. Сол ағаларым апарған негізі. Сөйтіп, ол жақта кішкентай кезде серьезный емес қой, кішкентай бала былай. Ойнап солардың астында жүріп, заниматься етіп.
сосын сарауыр болып ауырып қалдым, бауыр ауырғасын. Короче, күреспей кеттім, енді бәрібір не болады, слабость болады. Нешесін? Үш па, 4 па, сондай болу керек. Сосын енді кішкентай кезде. Потом лицей бітіріп Алматыға бардым. Ол кезде уже 2 адамды Алматыда. Екеуі де уже әйел бала шағасы бар. Қайдан солардың қолына арғасын, қайдан неге күреске барып тастады деп, жоқ қалжыңдаймын. Өзімде іштен енді бәрібір желание болады. Алматыға барып та сразу бастап кеттім. И Кореяда 2 жыл дегенде жоқ. 1 жылда 1 ай ғой. 2012-де 1 ай болдым, 2013-де 1 ай, андай сбор ғой. Обмен опытами деген сияқты. Ол кәдімгі университеттің кезінде болды. Иә, сол өзім сүйіп заниматься еткесін. Құдайға шүкір, сабақтан кейін барып, әйтеуір не істеп, балалармен де кездесіп үлгеріп әйтеуір. Жақсы, енді хобби сияқты болды, негізі профессионально заниматься еткім келді, бірақ енді бәрі жұмыс істеу керек болды дегендей. Лицей кезінде енді бәрі жатақханада жататын. Балалармен этюдтан кейін барып, или перерывтарда, после обеда бір уақыттарым болғанда барып, турник, брусья істеп, енді балалармен кішкене бірге жүргесін қызық қой, жарысып, лесенка ойнап. Сіздерде де сондай ма еді? Екінші сабақтан кейін ба? 15 минут. Үлкен переменде барып алып, очередьпен турник, брусья жарысатынбыз. Қазір шаған бар, тем более шаған бастап береді бол, содан кейін бәріміз. Ондай біздің жылда емес, барлық жылда болған шығар. Бізге дейін әйтеуір точно болған. Бізде де сондай тұғын, бізде де сол жер. Құдайға шүкір әйтеуір. Иә, турник брусья мен де көріп кәдімгі екінші сабақтан кейін ба. Бірақ қазір қараймын, осында лицейде жүрмін ғой көп уақыт. Не жақта ондай балалар көрмеймін да. Енді соның телефонмен отырады шығар. Мүмкін олар қызықтыру керек шығар деп, андай біз жаңадан воркаут алып кеттік. Түлектер болып, мүмкін әсер ететін шығар келесі жылы. Жаңадан? Бізде жаңадан деген. Бізде жыл сайын бізде просто краскілеп қояды, но сосын краскілеп қояды. Соған мәз болатын едік. Бірақ брусьясы қисық қой лицейде. Көрістегендердің бірге қисықтар көріп тұрмын бізде. Былай тура боласың, бірінші подходты былай, екіншісі мына жағын. Бәрі сонда біреу өзгертіп кетеді. Сосын комнатаға кіріп, еще кішкене алысып күресіп ойнап. Шындақтарын сөйтіп жүретін бе там неге күресіп. Иә, обязательно. Шынтақ тізе жығылып ашитын. Жабысып қалады, рубашкаңыз. Нелеріміз көгеріп. Көмек көп. Иә. Білдеріміз. Лицейде дедовщина сіздердің кездеріңізде қалай болды мысалы? Оның дедовщина деп айтып. Дедовщина емес негізі. Біз түкілен лицейде ол балалар тұрған. Иә. Сол дедовщина деп айту қиындау нәрсе, бірақ просто андай ағалы інілік қарым-қатынастар ғой, иә. Ойын дегенде енді мысалы тәрбиелік андай мақсатпен деген сияқты ғой. Мысалы үлкенді сыйлау, енді білмеймін, ондай дедовщина нелер. Енді болады ғой, бәрі ер балалар боласың, бірақ андай жақсы ниетпен ғой енді. Даладағыдай там ұрып ақша алу деген ондай емес. Емес, мысалы кейбір андай случайларда болған, мысалы бір тәрбиешіні тыңдамай қояды деген сияқты кішкентай класстың балалары уже. Енді болады ғой, бәрі бұзық балалар болады, сол ондайлармен барып жеке сөйлесіп дегендей ғой. Жай балай түсіндіріп, жеке түсінбесе енді басқаша түсіндіріп. Сіздер жастық турник шақпен. Жастық шақпен. Бізде шынымен болады. Ойнап қой. 10-шы сынып пен 7-шы сыныптың арасында өте жақсы қарым-қатынас болады тұғын да бізде. Біздің кезімізде сондай тұғын енді. Бізде де сондай ғой. Бізде даже лицей кезінде емес, қазір де сондай ғой, құдайға шүкір. Үлкен класстармен, аби деп, аға деп бәрімен сыйласып. Құдайға шүкір, сол лицейде қалай араластық, солай дальше жалғасып дегендей, наоборот жақсарып ше, каждый раз. Қандай не болса да қолдау көрсетіп, қандай сұрақ болса да сұрап тұрасың ғой енді ағалардан. Сол, может, сол кездегі неден жар құрған фундамент. База фундамент. Сіздерде тәрбиеші
көп ауысты деп естідік. Яғни бар ғой енді мысалы біреулерде енді тәрбиеші негізі студент жігіт қой, осында оқып жатқан. Кейбіреулер 4 жыл оқиды осында, кейбіреулер енді мүмкін ауысып кетіп жатады. Бірақ 4 жыл емес, кейбір мысалы менің сыныбымда бір 4 тәрбиеші дей ма болды біздің сыныпта мысалы. Сіздерде де сондай болды деп естідік, и ол қалай әсер етті сіздерге? Бізде 4 7-8 Рүстем әби, 9-да Қасым әби, 10-да Эльбрус әби, 11 Шейхислам әби. Негізі білмеймін, бір тәрбиеші болған қалай екенін деп басымнан өтпеген деп. Бірақ 4 тәрбиеші құдайға шүкір, наоборот, жақсы сияқты, жақсы болған сияқты. Мысалы, каждый уже сенде 4-еу бар да тәрбиеші. Біреу ақ емес те. Бәрімен жақсы. Қазір көрсек байланыс, қатты жақын байланыс жоқ. Бірақ енді Алматыда былай жүргенде көріп қалатынбыз Рүстем әбиді. Сол жағдай сұрасып, сосын Қасым әбиді көріп, Шейхислам әбиді. Сол Эльбрус әби қазір Атырауда ғой деймін, кажется. Эльбрус әби Инстаграмда ғой, лайкпен ғой. Или комментарий жазып кетесің. Бүйтіп, или там нелер оттың несін давай. Тигр несі сол оны айтпай қойын құрсын. Эльбрус әби қинайтын деп отжимание создадым. Қандай кезде? 10 класста келді ғой сол кезде. Жоқ, типа қандай случайда сіздердің қандай случай? Этюдта бұзық болсаң деген сияқты. Жоқ, ойнап айтамын құрсын. Просто десе. Просто. Жоқ, жаңағыдай ғой мысалы. Енді сабаққа да қатысы бар кездер ғой. Мысалы, английскийің там хромать етіп атса, английскийіңе оқы бірдеңе деген сияқты. Сен оқымай ғана бірдеңе оқып атсаң, басқа бірдеңе ше. Әйтеуір, мен есімде этюдта бірнеше случай лично менен солай болған. Онда отжимание жаса деп. Типа наказание. Базар жоқ. Сіздерде алғашқы класс жетекшісі Нұркен ағай болды, Аким. Бізде енді директор болды ол кісі. Сіздерде қалай болды ол кісі? Қатал болды ма, ұрды ма? Біз ол кісіні андай мұғалім ретінде андай көре алмадық та, өйткені уже директор уже. Еще Нұркен би ол кезде, блин, қай жыл еді? Ол кезде ол кісі жас қой. Негізі жас қой. Қазір қарасам, біздей ғой. Таңғалсам, біздің көзімізге мужик кісі ғой. Енді әңгімесі де көп не істейді ғой. Әңгімесі үлкен кісінікі өзінің істеген ұстаған енді. Ұрды ма дегенде. Біз оны ұратынбыз негізі. Наоборот. Жабылып. Очередпен де ше. Нұркен ағайды ұру мүмкін емес шығар. Мысалы, енді сабаққа кешігіп келесің. Сосын ұрды енді, сосын өзі тұрады да, қолын тосатпай ұр деп. Сосын өзін ұрасын басын. Баспен ұрасын, сосын қаттыр дейді. Қаттырақ ұрасын дейді. Жақсы подход екен еді, ұрмадым деп айтады. Ұрмадым өзге. Чемкенский ғой. Ол ұрса, там, бірақ Нұркен би біраз енді андай ғой, енді кішкентайсың ғой, қазір ондай емес, кішкентай баласың. 7-8-де болды ғой, 7-8-де мысалы. Мысалы, дежурный не істейді. Тақтан сүрту керек, шам сүртеді, нені сыпырады деген сияқты ғой. Кейде енді бәрі істеген келмейді ғой, енді жастың ғой, неге істеймін деген сияқты, может, өтіп кетсе бір күн келесі анау дежурный істей береді да, мысалы, келесі сенбі деген сияқты. Енді сондай да болады іштен, кейде или просто үлгірмей қаласың үшін. Бірақ енді бәрі мысленно істейсің ғой. Істеген келмейді ғой былай. Сол кезде Нұркен әби наоборот не істейді, былай қарасаң, қазір ойлап отырсам, өзіміздің отыратын класста, мысалы, өзіміздікі ше, ол жерде наоборот таза ұстап не істеу отыру керекпіз да, қанша бір жыл бойы отырамыз. Сосын Нұркен би келетін да, мысалы, класс лас болса, ой дейтін да, дым айтпайтын да. Кім дежурный дейді? Мен дейсің, тұрасың. Әкесі сыпарға шықты дейді.
әкелесің, қолынан алып отты, сыпыратын, короче, көз алдында. Сосын Нұркен мен бере салыңыз деп қасына барсам, нифига, короче, мен сыпырып тастаймын деп, көрсетемін деп ше. И үндемей сыпырып тастайтын, мен одан кейін Олай істемейсің. ол кісі келгенге дейін сыпырып қойға стараться етесің, сосын ұят. Іспен көрсетті. Мықты кісі еді вообще. Жас буындарға жақсы бір контент болсын. Шығар енді, может, енді білмеймін. Если что, любой сұрақпен келсе, любой немен келсе, көмектесуге дайынбыз. Енді бізде әлі үйреніп келе жатқан жігіт емес. Енді сіздерді негізі шақыру себебіміз, сіздер жақында жарты жыл болды ма? Никбокс тестаған желісін аштыңыздар, осы Қызылорда қаласында. Мысалға беретін шашлык и плюс мысалға қасында салаты бар, и несі бар, и сыртында мысалға кейбіреулер Қызылорда дөнеді, фольга салған көрген жоқпын да мысалға. Енді ақша жағын аямай мысалға тек қана сапа үшін жұмыс істеуге қалай деген қалай мысалға қиыншылықтары мүмкін. Қиыншылық дегенде бәрі болады ғой. Барлық не. Бірақ қазір бірінші мақсат не ғой? Сол сапа. Өзімізде енді қатты үлкен опыт жоқ қой. Жаймен бұл опыт қой, бірінші не ғой, пробный ше. Жай ашып көріп, сосын ішін бәрін көріп, теманы түсінгеннен кейін Құдай қаласа вообще лучше болады. Қазір енді бірінші очередь сапаға жұмыс істеп, жаңа сервисқа жұмыс істеп, өзімізді атты танытып алу керек та бізге. Атты Мидбокс деген немен ассоциироваться етіледі деп ше, сервис ой, олар красавчики деп. Сол главный мақсат қазір. Сосын ол қаражат жағы болашақта болады ғой. Long term ғой. Алдыда. Шыдап кішкене істеу керек. Капитал қалай болды алғашқы енді өткен арамызда мысалы бастағысы келіп жүрген жас буындарға мүмкін пайдалы болады деген мақсатпен алғашқы капитал немен қалай болды, қиыншылықтар неге бастағанда? Вообще кәсіпкерім деп айта алмаймын. Жаңа біреумен танысқанда да. Не деп айтасыз? Не деп айтасыз? Жұмыс істемеймін деп. Жұмыс істемеймін. Поводым деп айтамын, или там костюм. Әр кезде әртүрлі жұмыс істей бересің ғой. Марина шыққан деп айтасың. Енді капитал көп кеткен жоқ. 3 миллиондай кетті ғой. И то ол көп сияқты. Ну, көп сияқты дегенде киоскті өзіміз салдырдық та, и ол жарты сума соған кетті мысалы. Киосктің негізді там арзанға салдыруға болушы еді. Или помещение алса болады. Или помещениемен. Бірақ енді өзімізде қалады ғой киоск салу үшін. Сол үшін ше. Сол үшін, иә. Главное, зато өзіміздікі. И басында не істегіміз келмеді да, бір жерде помещение алып. Иә, біреудің несінде арендовать етіп. Сосын оны не істеп, вдруг келіспей қалса, сосын ана жерде қанша не төккенсің, жұмыс еңбегің бар, ремонт жасағансың, қанша клиенттер сол локацияға үйреткенсің. Содан кейін тұрып арендодательмен келіспей қалсаң, болмайды. Ана жерде сен оған зависимый болмаймыз деп ойладық, бағалы болмайсың деп. Киоск саласың, если келіспей қалсаң, аласың да жолдың ары бетіне қоя саласың дегенде. Сондай, бірақ қазір ойлап отырсам, помещение алсаған легче сияқты. Оның үшін енді киоск өзің саласың бәрі қандай. Еще опыт жоқ болып бүйтіп салдыра саласың. Көп нәрсені учитывать етпейсің ғой. Бізде 21 метр квадрат. Мысалы, кухнямыз не? 3-ке 3 9 метр квадрат болып. Склад, холодильная камера дегендерді вообще қарастырмай кіріп кеткенбіз ғой. Бәрін соның ішінде істейміз деп, үлгіреміз деп. Мысалы 9 метр квадрат деген кішкентай ғой, ана жерде уже жұмыс қанша, мысалы, заказ көп болып кеткен кезде уже қанша адам үстіне алсаң да, көмекші адам ала берсең де бәрібір болмайды ше, эффективно болмайды ше. Бұл жерде максимум 3 адам жұмыс істей алады, мысалы. Бірақ қазір құдайға шүкір бір отдельный алдық. Комната, цех, көп заттардың бәрі сол жақта, склад, холодильниктер сол жақта мариновка жасайды. Мына жақта тек қана істеп береміз болды. Сол.
басында еще соның ішіне еще адамдар отырғызамыз деп пландаған. Иә, по идее. Қазір адамдар хорошо, соны ерте үйретіп тастағанбыз жоқ бізге хайырлысы ғой. Адамдарды уже отыруға үйретіп тастағанда начинай өзі кішкентай. Мына жағы 12 метр квадрат, кухня жағы 9 метр квадрат ғой. Біз басында 9 метр квадратта бәрін істейміз. 12 метр квадрат адамдар отырады деп ойлайды. Ана жерге бәрі келеді. Сосын не істейміз ана енді оларға тарелка анау керек, оны потом жуатын жер керек, оны өзі біраз әңгіме ғой. Оған еще бір адам керек уже ше, обслужка жасайды. Сосын бумажный қыламыз деп шештік. Сосын тұрта стол стулья. Негізі заказ бердік, бірақ келмей қойды. келмей қалды. Жаңағы не айтып жатсың ғой, қасына рис береді, салат береді дегенше. Басында сол жерге адам отырғызамыз. Адамға меню берген кезде сразу салат, несін береміз. соус, нанды алдына қоямыз деп ойладық ше. Қоямыз, ана адам уже сынып қалады деп ше. Сөйтіп ойлағанбыз ғой негізі. Болғаннан кейін чай береміз артынан деп ше, короче. Отырдық қой бір айдай ма? Қанша? Бір жарым айдай ма? Лицейдің түлектер, ағаларымыз келіп алатын тұғын. Чисто поддержка ғой. Чисто бізді қолдау үшін. Қолдау үшін келіп, иә. Сөйтіп бастадық. Ашыпсыңдар ғой деп ше. Иә, басында сондай болды. Мұнда бір ағыс қой, иә. Бір-бірін естесіз. Өзіміз еще мынақ түлек қой негізі. И то қаншасы Қызылордада, қаншасы Қызылордада емес, бірақ Құдайға шүкір басында. Бір ай, екі айдай. Кто это сила ғой, примерно. Басында тек қана кебаппен келеді, не бар дейді адамдар мысалы. Кебап дейсің, не ол дейді. Оны түсіндір. Шашлык. Бізде 3-ақ начинка ғой. Фарш, говядина, курица. Иә. Үшеу болды, бірақ басында курица болған жоқ ше. Курицаны қостық, потом тауып сэндвич қостық. Дөнер қосқымыз келді, дөнер қостық, бірақ өзімізге де көп адамдарға ұнамады. Бізге дөнерді басқа жігіттер салсын, бәрін клиенттен ала алмайды деді. 90% сэндвич қана секретті. Бірінші акцент негізі кебапқа бәрі сэндвич жегісі келеді. Фастфудный болғаннан кейін. Чисто машинада отырып жегісі келеді. Бай-бай өтіп келе салып. Басында неге киоскқа келіп адамдар сұрайтын екен. Ну тамақтанатын жер ма не деп, ана полиция отыратын не шығар деп ше. Ойлап едім деп ше. Сөйтіп келетін. Енді мысалға біреулер түсінеді, біреулер түсінбейді. Мысалы Инстаграмда оны жүргізу, ол жерде мысалы блогерлермен келісу, реклама жасау, олар қалай сіздерде процесс кім жүргізеді дегендей. Оларға бөлек SMM арнайсыздар ма, өздеріңіз жүргізіп жатсыздар ма? Полностью өзіміз жүргіземіз. Басында Инстаграммен дұрыс жұмыс жасаған жоқпыз ғой негізі. Негізі иә, басында жұмыс. Просто ашыла салдық. Болды. Сосын жаңағыдай немен сындырамыз деп. Салатты респекті. Ашыла салдық, содан не істеп бастадық, сол жалғасы келді. Как раз сол командировка келді ма бізден. Соны күтіп отқанбыз. Әйтеуір жақсы бір видео жасадық. Жақсы дегенде, нормальный видео. Сол кезде бізге мә деп ұнаған қатты, қазір қарасам. Болмады. Соны алып таргетингға жібердік. Соны келетін болды, адамдар жаймен тек қана біздің лицейский бар емес, уже левый үш-төрт адамдар келетін болды. Көрсететін, мынау бар ма деп. Сөйтіп, ол бар дейміз. Бұл не дейді? Сэндвич не екенін түсіндірдік. Басында кебап не екенін түсіндірдік. Одан сэндвич деген не екенін түсіндірдік адамдарға. Сосын айтасың енді, шашлык батон дейсің, біреуге айтасың, дөнер вместо лаваша батон дейсің. Бірдеме жеткіздік та. Сосын не болды? Бір блогер дегенде бір блогерша еліп келді. Иә. Жоқ. Ол да бөлек история екен ғой. Ол да біздің лицейский жігіттің арқасында негізі өзі білмейтін шығар. Бізден төмен, 2 жыл төмен оқыған Абылай деген жігіт бар. Жоқ, Уснадин емес. Мен де басында Уснадин деп ойлап, Уснадинға Алла разы болсын деп жүрген. Потом сол жігіттің досы бар. Інісінің досы ма келіп бір. Кәріс жігіт келіп, в общем, мынандай бар ма деп сол көрсетті. Жаңа таргеттен көрген. Барып істеп бердік. И оған қатты ұнады. О да бір 1000 ба адам ғана. Онда көп методы. Сол өзіне несіне қойды, сторисіне қойды. Содан кейін оны бір блогерша келіншек көрген.
ол еще екі қабат болған ба, яғни көріп жерік болған ғой, жегісі келіп кеткен, одан сұраған, мынау шынымен деп дәмді ма деп, саған сенемін деген сияқты ше. Енді анау бала да айтады да, мен қатты тамаққа немін деп ше, қаттымын деп, андай көп нәрсе ұнай бермейді деп айтатын, кішкентай жас жігітке. И сөйтіп, иә, мынау шынымен деп дәмді деп сол посоветовать еткен. Содан ертесіне жаңағы бізге хабарласа айтпақшы, хабарласады да айтады, анау блогерша әйел сендерді жайлы интересоваться етіп отыр, анау келсе, в общем, ананы бартер предлагать етіңдер, обмен, сен тамақ бересің, ол саған реклама жасап берсін деп ше. Давай дейміз біз, оның әйелдің түрінде білмейміз, ештеңе білмейміз, келеді, сөйтіп кешке отсақ, оказывается, ол әйел бізден уже алып кеткен, и оған шынымен деп ұнаған, қатты ұнаған, и уже ол сторисін қойып қойған ше. Қараймыз, инстаграмда бір отмет келеді, мақтап, в общем, бір 4 па 5 па сторис қойған, и бір 15 минуттан кейін, в общем, басталады ғой. И содан құдайға шүкір, қазір неше 8 ай болды ма? Тоқтаған жоқпыз. Сол ненің жаңа блогершаның эффектімен әлі жүріп қойып. Бірақ енді бәрібір арасында не істеп тұру керек болады. Бір рекламасыз болмайды ғой. Қазір, в общем, Инстаграм күшін сол кезде түсіндік та. Мен оған дейін де білетінбіз енді, бірақ о кадар деп ойламадық та. Бір сториспен, бір блогершамен ғана солай сразу ұшады деп ойламадық енді. И рекомендациясын есі бір адамның. Бәрібір ол да дәмі ұнап өзі салды. Өзі салды, ешқандай несіз. Андайлар келеді негізі, после келді ше уже. Мысалы келеді жаңағы асаба, восходящий, енді шыққан бір әншілер келеді ше. Олардың несі, мысалы 10 мың подписчик, енді білмеймін, статистика несінде қарамаймыз, келеді өздері. Давай бартер бар ма, мысалы реклама жасап беремін, давай 1 сэндвич бер, 2 сэндвич бер, кішкентай суммадағы нелер айтады негізі ше. Бірақ қой рахмет дейсің. Жаңағы нелер, авторитетный нелер олар өтіп келмейді, өздері алып көрсетеді от души да, зато көрсетіп кетеді, міне маған кезден осындай деп грамотность тезірге сөйтіп басталды негізі путь дейсің. По идее, мұғалім болуым келген негізі басында. Нешінші сыныпта? Вот, нені, НТ-ға дайындалып жүрген кезде. Мысалы, мұғалім болуым келді. Кәдімгі шын жүректен. Мысалы, әжем де мұғалім болды, мама да мұғалім болған, сосын. Негізі мұғалім боламын дедім математикадан, сосын. Үйдегілер, по идее, қарсы болды. Бірақ енді. Сосын СДО-ға түскім келді басында. Потом бір какой-то бір жарыс болды ма, бір математикадан, сосын соған бірінде несерьезный жарыс болды. Анадан, короче, неше адам Шаған, Нұрбол Айған класстасым, тағы кім қатысқан ұмытқанмын. Мен әйтеуір бір 3-4 бала қатыстық, бәріміз бірінші орын алдық. Математикадан. Сосын бізде Алматыға шақырды, Казгуды көрсетті. Типа мехматқа грант бар деді. Короче. И оны үйдегілер естіп алды ма, болды, мехматқа барасың деді. Сосын жарайды деп сөйтіп мехматқа кетіп қалғансың ғой. Білмеймін енді, универді чисто дипломды әке-шешемнің разылығы үшін оққан сияқтымын. Мен өзім лично немше, міне дипломдарыңыз, ары қарай енді өзім білемін деген сияқты. Сосын барып күреспен заниматься етіп, может басында ойладым, мехмат бітіргеннен кейін может профессионально заниматься етіп кетемін деп, сосын универ бітіргеннен кейін уже 1 жыл әлі заниматься етіп жүрдім. Жарыстарға барып, жарыстардан негізі бағым жанбады. И уже универ бітірген 1 жыл жұмыс істемегенсің. Жұмыс істеу керек болды да, неден спортты да қою керек болды. Енді анау екеуі бір-бірімен келіспеді, уақыттарда келіспеді. Сөйтіп жұмыс істеп, басында вообще турецкая компанияда бір складта жұмыс істедім, потом логист болдым, оның ішіне кіріп, түріктерде жақсы неге қарамайды, сен дипломың қандай? Сенімді істей аласың ба? Давай, істе. Сосын бір кезінде жүрген кезде кім айтты? Мен тәтем, Неспек, сен, ты хочешь работать или зарабатывать деді. Сол кезде ояндым ғой деп. Сол кезде шынымен деп кәдімгідей ойланып қалдым біраз, бір аптадай ма. Кәдімгі екеуі екі түрлі нәрсе ғой деп ше. Жетінші класстан дос бар екен, айырылмас. Мамаларыңызға айтты да.
бірге сол кезден бастаймыз деп жүрдік. Иә. 7-ші класстан потом Алматыға бардық. Алматыда бірге мен Казгуда оқыдым. Нұртастар неде СДУда оқыды, бірақ СДУда оқитын тағы да Мади бар. Бақыт Ибраев, Тархан Искаков бар. Русия вообще. Русия бөлек тұрды ғой. Сендер төртеу бірге тұрды да. И мен үйім, там 2 остановкам еді. И постоянно почти сол жақтамын ғой. Сол сөйтіп, потом тағы Алматыда тағы 5 жыл ма? Рустам, сізде қалай өтті? Мен мысалы қазір IT-ға түсіп жатқандар көпті. Көп қызығатын не бар, бір бөлісіп кеткен сол жерде. IT қаншалықты қиын деген сияқты ол жерде. Сүйіп бару керек негізі. IT-ға ба? Иә. Айтишник болам, программист болам. Дальнейшем, короче. Мынандай нелерге там кремниевое удаление, жаңағы Google-ға ма, осыға барғым келеді деген дальнейший пландармен ше. Сондай бір кісі болғым келеді дегендер смело бара беруге. Жақсы. Сол мен де сондай ғой, жаңағыдай. Дипломымыз чисто ауылға ғана ақшада оқыдық. Болашақта тағы да енді глобальный университеттің бастықтары, құрушылары деп бұйырса шақыруға ниеттеміз. Бізде алдыңғы сұхбат, біз болашақта сұхбаттасу өте планымыз көп, негізі жоспар, алғымыз келіп жүрген ағалар, түлектер өте көп. Енді біздің мақсатымыз тек қана өзіміздің түлектеріміздің тәжірибесін осы келер ұрпаққа, келе жатқан халыққа, көрермендерге бір көрсеткіміз келеді да. Яғни солардың тәжірибесі арқылы біз басқа жақтан бір шақыратын бір ойымыз жоқ та. Өзіміздің түлектердің бұйырса алда үлкен алғашқы түлектерден бастап, көп қой, әртүрлі саладан бұйырса жан-жақты түлектерді көресіздер, жан-жақты оқиғалар естисіздер деген үміттеміз. Сіздер осы бізді қолдауыңызға өте көп рахмет.